Ассалаумағалейкум, Қазақстан халқы. Менің атым Еркінбек. Еуропада жүрмін, Қазақстаннан. Мен айтайын деген, Қазақстанда мұсылмандар бар да, мұсылманшылық жойылды. Қазақшылықта қалып қойған артта 100 жыл бұрын. Қазір жоқ қазақшылық. Мынау Қазақстандағы бірнеше, әсіресе Қызылордадағы бірнеше мекемелер бар. Өз-өздерін жаңағы күрішпен айналысады, бірақ өз-өздерін мұсылманбыз дейді. Бірақ харам нәрсемен айналысады. Мешіттер салынды, бірнеше медресе салынды, бірақ харам жолмен тауып жатыр да ол мекемені. Мысалға айта кетейін, Асылдан дейтін күріш мекемесі бар. Сосын жаңағы Абзал Ика деген бар. Одан қалды Абай Дәулет деген бар. Олар өздері мұсылманбыз дейді, бірақ тапқан нелері арам ақшалары. Яғни бұлар әр жазда, көктемде наша егеді. Күріштердің арасына, плантацияларында арнайы. Мысалға айта кетейін, 10 жыл бұрын Абзал Ика компаниясындағы егесі Абзал, ол жаңағы гектарлап нашамен ұсталған. Ол енді Назарбаевқа арқа сүйеп босатылған негізі. Олар өзі бәрі Қызылордадағы, әсіресе үлкен мекемені анаша егумен айналысады. Мен де айтып жатқаным, өз көрген адамдарды, еккен адамдарды білемін. Одан қалды, олар адамдарды алдайды. Субсидия дейтін нәрсе бар, жыл сайын алады. Ол субсидия қайда кетеді? Ол субсидия солардың қалталарына кетеді. Негізі ол субсидиядан айлыққа бөліну керек, айлық төлену керек. Ең кем дегенде айлық $500 болу керек. Яғни 250 мың теңге кемі. Абай Дәулетте мысалға мен сіздерге айтайын, 85 миллионға сатып алған машинасы бар. Ол Араб Эмираттан. Lexus 600 дейді, 600 дейді. Мұрат Сәрсенбаев сатып алған. Кімнің ақшасына дейсің? Күріштің ақшасына ондай ақша түскенімен харам ғой арасына егіп жатқан. Күріштің өзіне ондай ақша түспейді. Түскеннің өзінде халықтан жырып отырсың. Не халыққа бермейді айлық жақсылап. Охранниктерге, яғни күзетшілерге төлегендері 70 мың теңге. Онда да жаңағы айқай шумен береді. Olmasa жаңағы еңбек ақысы, жаңағы жылдық демалыс ақысын оны да бермейді. Налогтық нәрседен қашат, төлемейді. Сондай нәрселер бар. Арасында делдалға шығып қойған өздерінің туысқандары. ИП. Абай Дәулеттің ішінде мысалы ИП жаңағы Айбек деген бар. Ол енді делдал қылып қойған өздері туысқандарының арасында. Ол субсидия өстіп айлықтан жырымқырап отырады. Ол қалай? Мысалы бір охранаға, күзетшіге 250 мың теңге төлеу керек болса, 70 мың теңге төлейді, 180 мың теңге қалтасына кетеді. Сол жерде жұмыс істеп жүрген жұмысшыларға айтатын, жұмыс істемеңдер, жұмыстан шығыңдар айтады. Намыстарың болса, сол мекемелерде 3 мекемеме айтқан. Абай Дәулет, Абзал Ика, Асылдан деген. Осы харам мекемелер. Тапқан табыстарын бәрі харам олардың. Сол мекемеде жұмыс істейтін жұмысшыларға айтатын, намыстарың болса, жұмыстан шығып кетіңдер. Аллахтың алдында да, болашақта өздеріңе де жақсы. Харам нәрседен үйлеріңе де, өздеріңе де харам болады. Ол тапқан ақшалар. Ол тура. Не сендерге де. Болмаса, нақты жаңағы үкіметтен төленіп жатқан субсидия өздерін нақты $500 айлықтарын талап етеді. Әрі қарай жұмыс істейміз. Болмаса солардың қалталарына олар жұмыс істейсіңдер. Біреулер джип алады 85 миллионға, біреулер коттедж салады
біреулер шетелде балдарын оқытады, сендер жүресіңдер ешек сияқты жұмыс істеп соларға 70 мың теңгеге, 100 мың теңгеге, 120 мың теңгеге, әрі кетсе демалыссыз жұмыс істеп 160 мың теңге аларсыздар. Қара жұмысшылар. Мен сіздерге айтатын, ол мекемелердің абыройы жоқ. Олар енді күрішті қойғанымен басқа нәрсеге шығып жатыр. Оның өзі адал ақшамен істелініп жатқан нәрсе емес, харам нәрсемен. Абай Дәулет чипсы шығарып жатыр ма, басқа шығарып жатыр ма, жаңағы құс асырап жатыр ма, тұз шығарып жатыр ма, бәрібір харам ақшадан келіп жатқан нәрседен істеліп отыр. Білеміз оны, кім немен айналысқанын бұлар, немен байығанын бұлардың. Нашамен байып отыр. Әке шешелеріне қалған не емес бұлар, мұра емес. Абай Дәулеттің әкелерін білеміз. Совет үкіметінің кезінде бастық болған бір мекеменің 90-шы жылдары соң қолына тегін алып алған соң техникаларының біраз автокөліктерді. Сонша тегін алып алғаннан кейін халықтың жаңағы автокөліктері совет үкіметінің кезінде олар игеленіп алып, содан ол көтерілді. Көтерілгенде сол халықтың затының арқасында көтерілді, ұрлықпен келген нәрсе. Оның бәрі әкелері бәрі тыныш жатпайды. Аллах тағала сол қабір азабын шегеді. Ол ондай нәрсе емес. Қалай? Жамал ойланыңдар терең. Патшаға қарсы шықпаңдар, басшыға қарсы шықпаңдар дегендерді бірділерінде қысып отырыңдар одан. Сондай жағымпаздықтарын қоймасаңдар, ел болмайсыңдар. 50 жылдың ішінде қазақ деген атау болмайды. Қытаймен шекараны ашып тастады. Өздерін ойландар. 2 жылдың ішінде Қазақстан Қытай мемлекетіне айналып кетеді. Жаңағы Қытайдағы Шыңжаң сияқты сондай жаңағы колонияға айналып кетеді. Үлкен жаңағы зона болып кетеді. Я шыға алмайсыңдар, я сөз сөйлей алмайсыңдар, құл боласыңдар. Қытайдың құлы, қазір басшылардың құлы болып жүрсіңдер. Бұл басшылар сүмелек басшылар бұл. Олар сүмелек, шетелде қал жағдайларын жасап тастаған бұлар. Сендер ойламаңдар. Мен Европада жүріп көріп жүрмін, қандай тығылып қашып жүріп жаңағы қыдырып жүргендері қазақ байлар. Жағдайларын жасап тастаған. 3 ай бойы осы жақта жүреді демалып. Депутаттары болсын, басқа чиновниктері болсын. Сендер жүресіңдер демалыссыз, сорлы бір Қызылордадан шыға алмай, жаңағы болмаса Бурабайға да бара алмайсыңдар, Бурабайға да, Алматыға да бара алмайсыңдар, я Көкшетауға демалысқа бара алмайсыңдар. 70 мың теңге түршелеріңе де жетпейді, я нәскилеріңе жетпейді. Ойландар халық. Мен жаңағы екі ортада от қойып жатыр деп ойламаңдар. Я жамандық нәрсе айтып жатқан жоқпын. Мен өз көзіммен көрген нәрселерді айтып жатырмын. Мен жаным ашығасын айтып отырмын. Ешқандай жаңағы іріткі жасап отқан жоқпын, басқа қылып отқан жоқпын. Ақиқат нәрсені айтып отырмын. Әлхамдулилля, мен мұсылманмын. Мұсылман болып естіп жүремін. Мұсылман адам әрқашан шындықты айтады. Ана Ешекбас Сәрсенбаев Марат, ол таза мұсылман емес ол. Ол кәпір үйтіп істемейді. Оның істегенде кәпірлер істемейді. Мен Европада көріп жүрмін. Христиан дініндегі адамдар, олар үйтіп істемейді. Олардың ондай жамандықтары. Сәрсенбаев Марат, Абзалы компания, және де Асылдандегі жаңағы Нұрлан деген. Олардың бәрі ешекбастар. Бәрі әкелерінің ұрлықтарының арқасында, жаңағы нашаның арқасында көтеріліп байып жатқандар. Халықтың арқасында, сендердің арқаларында. Бірінші Аллах. Олардың Аллах деген ауыздарында болғанымен жүректерінде жоқ. Анау Заптағы салған Мүсірәлі баба мешіті. Немен салынды? Харам ақшадан салынды. Өздерін ойланыңдар, мұсылман ағайын. Ойланыңдар. Терең ойланыңдар. Олар исламмен жаңағы не қылады? Осы айтқанда прикрытие болады, жабылады сонымен. Жаңағы қой терісін жамылған жаңағы қасқыр дейді ғой. Бұлар қой терісін жамылған қасқыр емес. Бұлар қой терісін жамылған иттер бұлар, шакалдар бұлар. Иеналар бұлар. Адамның қанын ішіп, ақша тауып жатқандар. Ешқайсы халықты ойлап жатқан жоқ. Бұлар жағымпаздықтар. Ертең Қазақстанда бір соғыс болсыншы, бәрі қашып кетеді. Сендер қаласыңдар, елім, жерім деп. Солардың дүниесі